Рахмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасы премьер-министрі Әлихан Асханұлы Смайыловқа жолданады. Құрметті Әлихан Асханұлы, өзіңізге белгілі, Түркістан облысының демографиялық өсімі жоғары, 2 миллионнан астам халық қоныстанған, оның ішіндегі 80% ауылдық жерде тұрады. Елді мекендердің 55% табиғи газбен, 87% ауыз сумен қамтылған. 112 елді мекендерде орталықтандырылған ауыз су жүйесі жоқ. Құрылысы алдыңғы жылдан өтпелі жобалардың қаржыландыру мәселесі шешілмей тұр. Жетіспейтін қаржының басым бөлігі Түркістан қаласының жобаларына тиесілі. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, ағымдағы жылы Түркістан қаласында ұлттық құрылтай кеңесін және түркі мемлекеттері ұйымдарының саммитін өткізу жоспарлануда. Жоспарланған іс-шараларды жоғары деңгейде өткізу мақсатында барлық инфрақұрылымның үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету қажет етеді. Түркістан қаласының түркі елдерінің рухани астанасы ретінде дамыту жұмыстары жалғасуда. Қазіргі таңда Түркістан қаласының негізгі әлеуметтік инфрақұрылымы қалыптасуда. Халықтың саны 25 мыңға артып, 220 мыңға жетті. Дегенмен қаланың инфрақұрылымы жергілікті тұрғындар мен қонақтарды жайлы ортада өмір сүруіне толық жауап бермейді. Осының салдарынан жаңа әкімшілік іскерлік және мәдени рухани орталықтарда электрмен жабдықтау, кәріз жүйесімен қамту, көшелерді салу, абаттандыру және әлеуметтік нысандардың құрылысы 2020-2021 жылдары басталғанмен, ағымдағы жылы тиісті қаржылар бөлінбеуіне байланысты тоқтап тұр. Сонымен қатар мемлекет басшысының арнайы жарлығымен жаңадан құрылған Сауран ауданының жаңа әкімшілік іскерлік орталығында әкімшілік ғимараттар мен инженерлік инфрақұрылым нысандарының құрылысы басталған болатын. Құрылыс жұмыстары аяқтауға 23 жылға тиісті қаржы толықтай қаралмай отыр. Бірінші кезекте облыс үшін маңызды шараларды іске асыру үшін ағымдағы жылға 51 миллиард теңге қаржы қарастыруды қажет етеді. Бұл мәселе мемлекет басшысына баяндалып, қолдау тапқан болатын. Салалық министрліктерге 2023 жылға арналған республикалық бюджеттің нақтылауына тиісті өтінім енгізілді. Дегенмен республикалық бюджет комиссиясымен аталған бірінші кезектегі жобаларға тек 13 миллиард теңгесі ғана қолдау тапты. Бұл өз кезегінде нысандардың құрылысын мерзімде аяқтап тапсыруға және халықты сапалы инфрақұрылыммен қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейді. Ұзақ мерзімге созылған құрылыс нысандары құрылыс материалдарының қымбаттауына байланысты бюджетке қосымша жүктеме алып келеді. Құрметті Әлихан Асханұлы, жоғарыдағылардың негізінде облыс үшін маңызы жоғары бірінші кезектегі жобаларға қажетті қаржыларды толық бөлуіне ықпал етуіңізді сұраймыз. Құрметпен Сенат депутаты Қадырбек Мұрат Болатұлы. Рахмет.